Садақаның пайдасы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: кім адалдан тапқаннан бір құрманың мөлшеріндей садақа берсе, Алла оны берекелендіріп, разылықпен қабыл алады, және сендердің біреулерің құлынтайын бағып үлкейткеніндей, ол садақаны таудай үлкейтеді деп айтқан. Құран кәрімнің төмендегі аяттары осы хадиске дәлел. Алла тағала былай деген: сонда олар Алланың құлдарының шынайы тәубесін һәм шын көңілмен берген зекет садақаларын қабыл алатынын, және Алланың шынымен тәубәп, яғни құлдарының тәубесін қабыл етіп қана қоймай, оларды шынайы тәубелер үшін мол сауапқа бөлеуші һәм рахим, тәубе етіп, өзіне бір жолата бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін білмей ме? Алла көп кіріс әкелетіндей көрінетін өсімге береке дарытпайды, әрі одан түскен дүниені бірте-бірте кемітіп, түбінде жоқ қылады. Ал көп адамдар дүниені кемітеді деп ойлайтын зекет садақаны керісінше өсіреді, берекелі етіп, еселеп көбейтеді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы көптеген хадистері бар. Алла әрбірлеріңмен қияметте себепкерсіз сөйлеседі. Сонда пенде оң жағына қарап, өзінің жасағанын көреді. Сол жағына қараса, ол жақта да жасаған істері. Алдына қарап, тозақтан басқа еш нәрсе көре алмайды. Құрманың жарты түйірімен болса дағы тозақтан сақтаныңдар. Садақа Алланың қаһарын тоқтатады, имансыз өлімнен сақтайды. Алла садақаның себепкерлігімен 70 түрлі жаман өлімді пендеден алыстатады. Алла пенделер туралы үкім шығарғанға дейін әрбір кісі өзі берген садақасының көлеңкесінде тұрады. Пенде берген әрбір садақа одан 70 шайтанның жамандығын қайтарады. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: қай садақа ең жақсысы деп сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: мал-мүлкі аз кісінің беруге әрекет жасаған садақасы дейді. Әуелі өзің бағуға міндетті кісілерден баста. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: бір дирхам 100 дирхамнан асып түседі дейді. Естіп отырғандардың бірі: уа Расулалла, бұл қалай болады деп сұрады. Пайғамбарымыз: бір бай кісі мал-мүлкінен 100 дирхам садақа береді. Тағы бір кісінің 2 дирхамы бар, ол 2 дирхамының бірін садақа қылады деп жауап береді. Бір хадисте: тырнақтай нәрсе болса да сенен бір нәрсе сұраған кісіні құр қол қайтарма деп айтылады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: басқа ешбір көлеңке қалмаған қиямет күні Алла тағала 7 түрлі кісіні аршының көлеңкесінде саялатады дегеннен кейін, сол 7 түрлі адамның бірі ретінде оң қолының бергенін сол қолы сезбейтіндей жасырын садақа берген кісі деп айтқан. Тағы бір хадисте: жақсылықтар жаман нәтижеден сақтайды, жасырын берілген садақа Алланың қаһарын тоқтатады, жақындарға жақсылық жасау өмірді ұзартады деп айтылған. Табаранидің риуаяты бойынша жоғарыдағы хадис былай аяқталады: барлық жақсылық садақа. Бұл дүниеде жақсылық жасағандар ақыретте жақсылық көреді. Бұл дүниеде жамандық жасағандар ақыретте жамандық көреді. Пейішке бірінші болып кіретіндер жақсылық жасағандар. Табарани мен Ахмад ибн Ханбалдың айтуы бойынша, пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: садақа деген не деп сұрағанда, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: еселеп көбейген сыйлықтар, Алланың алдында одан да көбі бар деп, одан дүниесін Алла жолында жұмсау арқылы, немесе мұқтаждарға зекет садақа беру арқылы Аллаға жақсы қарыз беретін кім бар? Алла оның берген қарызын еселеген үстіне еселей түссін, көбейтіп қайтарсын. Алла кейде ризық несібелеріңді немесе жан дүниелеріңді қысып тарылтады, кейде кеңейтеді деген аятты оқыды. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам тағы бір мәрте: ең жақсы садақа қайсысы деп сұрайды. Алла елшісі: жарлығы жасырын берілген не аз байлықтан беруге әрекет жасалған садақа дегеннен кейін, қайыр садақаны жария түрде бергендерің қандай жақсы. Ал егер ешкімге көрсетпей, жоқ жітіктерге жасырын түрде берсеңдер, әрине бұл өздерің үшін әлде қайда жақсы болмақ. Алла сол арқылы біраз күнә қателіктеріңді кешеді. Алла не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар деген аятты оқыған. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: мұсылманға бір киім кигізген кісі, оның үстінде бір жібі не бір жамауы қалғанға шейін Алланың қорғауында болады деп айтқан. Тағы бір хадисте: бір мұсылман жалаңаш қалған мұсылманға киім кигізсе, Алла оған пейіш жібектерінен киім кигізеді. Кім аш мұсылманды тойдырса, Алла оған мөрленген пейіш шарабынан ішіреді деп айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жарлыға берілген садақа бір-ақ садақа, алайда туысқа берілген садақа әрі туыстармен қарым-қатынас болып 2 садақаға есептеледі деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам:
Кім сауынды түйені сүті тартылғанға шейін мұқтаж біреуге берсе, не біреуге қарыз ақша берсе, не жолаушыға жол көрсетсе, бір қол азат еткендей сауап табады деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрбір берілген қарыз садақа болып саналады деп айтқан. Садақа туралы тағы көп деген хадистер бар. Миғраж түні пейіштің есігінде әр садақаның сауабы 10 есе, берілген қарыздың сауабы 18 есе деп жазылғанын көрдім. Қиыншылықта қалған пенденің ісін жеңілдеткен кісіге Алла тағала бұл дүниеде және ақыретте жеңілдік көрсетеді. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам ислам дінінде ең жақсы істер қайсылары деп сұрағанда, тамақ беруің және танығаныңа да, танымағаныңа да сәлем беруің деді. Сахабалардың бірі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам барлық нәрсенің басы, бұлағы не екенін айт дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам барлық нәрсе судан жаратылған деп жауап береді. Сұрақты сұраған сахаба пайғамбарымыздан мен орындасам пейішке кіре алатын істі айтсаңыз десем, ол маған мұқтаждарға тамақ жегіз, сәлем бер, жақындарыңа жақсылық жаса, түнде басқалар ұйқыға жатқанда намаз оқысаң, сау сәлемет пейішке кіресің деді деп айтқан. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам төмендегідей хадисті де айтып кеткен. Қиямет күні Алла тағала, уа адам баласы, ауырдым жағдайымды сұрап келмедің десе, пенде, сен әлемдердің иесісің, мен сені қалай зиярат қыла алмақпын дейді. Ұлы жаратқан, білмедің бе, пәленше пендем ауырғанда жағдайын сұрап бармадың, оның жағдайын сұрап барғаныңда мені оның жанынан табатын едің дейді. Одан кейін, уа адам баласы, сенен тамақ ас сұрасам, маған тамақ ас бермедің дейді. Пенде, уа жаратқан ием, сен әлемдердің иесі болсаң, мен саған қайтып тамақ бере алмақпын деп сұрайды. Алла тағала, пәленше пендем сенен тамақ ас сұрағанда бермедің. Егер оған тамақ ас бергеніңде, оның сыйын менің алдымда көретініңді білмедің бе деді. Одан кейін, уа адам баласы, сенен су сұрасам бермедің дегенде, пенде, уа жаратқан ием, сен әлемдердің иесі болсаң, мен саған қайтып су бермекпін деп сұрайды. Алла тағала, сенен пәленше пендем су сұрағанда бермедің. Егер оған су бергеніңде, сыйлығын менен алатыныңды білмедің бе дейді. Мұсылманның мұқтаждығын қамтамасыз ету. Алла тағала, өздеріңді Аллаға жақындататын иман, садақа, намаз, сабыр сақтау сынды ізгі істерде һәм тақуа болу мәселесінде бір-біріңе жәрдемдесіңдер, ал күнәлі істерде һәм дұшпандық жасап шектен шығуда біріңе бірің болыспаңдар деген. Мұсылман бауырының мұқтаждығын қамтамасыз ету туралы көптеген хадистер бар. Мұсылман бауырының пайдасы үшін әрекет жасаған кісіге Алла жолында жихад жасағандардың сауабы беріледі. Алла кейбір пенделерін басқа кісілердің мұқтаждықтарын қамтамасыз ету үшін жаратқан. Оларға тозақ азабын таттырмайтындығы туралы өзіне өзі уәде берген. Қиямет күні олар үшін нұрдан орындықтар болады, және бәрі есеп беріп жатқанда олар жанға жайлы орындарда отырып Алламен сөйлеседі. Кім мұсылман бауырының мұқтаждығы үшін жүгіріп, бір істі орындаса, не орындай алмаса да, Алла оның күнәләрін кешіріп, оның тағдырына екі нәрседен құтылуды жазады. Бірі тозақтан, екіншісі 200-діліктен құтылу. Мұсылман бауырына жәрдем берген кісінің жасаған істері қиямет күні таразыға тартылып жатқанда жанында тұрамын. Егер сауабы ауыр басса, онда ешқандай мәселе жоқ. Жеңіл басса, оған шапағат етемін. Әнәс ибн Мәликтің риуаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылман бауырының мұқтаждығы үшін жүгірген кісінің әрбір қадамы үшін 70 сауап жазып, 70 күнәсін өшіреді. Егер бауырына ол арқылы жәрдем берілген болса, анасынан туылған күндегідей бүкіл күнәларынан тазарады. Егер сол сәтте өлсе, есеп сұрақсыз пейішке кіреді деген. Абдулла ибн Хасан ибн Хусейн айтады: бір іспен халифа Омар ибн Абдулазизге барсам, ол: маған ісің түсе қалса, біреуден хабар айтып жібер, не хат жаз. Өйткені Алла сенің менің есігіме сығалағаныңды көруінен ұяламын. Али радиаллаху анху айтқан сөздерден: барлық үнді естуші Аллаға ант етейін, басқаның жүрегін қуантқан кісіге Алла сол қуаныштан көңіл тоқтығын тарту етеді. Адамның жүрегі ауырғанда сол көңіл тоқтық сезімі оның жүрегін ұялап, жат түйені қуалағандай пенденің көкірегіндегі ренішті қуып тастайды. Істі лайықсыз кісіге бергеннен көрі оның жасалмай қалғаны жақсы. Бір бауырыңнан жиі-жиі жәрдем сұрай берме, өйткені қайта-қайта емуге әрекет жасаған бұзауды енесі сүзіп тастайды. Әзірет Әлидің кәрәмахуллаху уәжхаху айтуына қарағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: сендерден біреу бір іспен жолға шығатын болса, бейсенбі күні таңертең жолға шықсын.
үйден шығарда әмән ар-расулу аяттарын, аятул күрсіні, инна әнзәлнаху мен фатиха сүресін оқысын, өйткені бұл аяттарда бұл дүние және ақырет мұқтаждықтары бар деген.